Құрметті ата-аналар, қымбатты әріптестер, оқушылар, бүгінгі күн осындағы отырған бәріміз үшін ерекше күн. Оның ерекшелігі сол, кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп табалдырығын қуанаттаған ұл-қыздарымыз бүгінде ақыл ойы толықсып, оң мен солын танып, жақсы мен жаманды айыра білуді үйренген шәкірттеріміз енді міне қанаттары қатайып, білімнің негізгі болатын бастауыш сыныппен қоштасқалы отыр. Олай болса, 4-ші Б сыныбының бастауышым бал-бұлағым қош бол бастауыш атты мерекелік салтанатты жиынына қош келдіңіздер. Бесіктегі баланың күлгенін көрген бір мұрат, алдына түсіп ананың жүргенін көрген бір мұрат дегендей, бастауыш сыныпты бітіруші түлектерімізді ортаға шақырайық. Сыныптастарының таныстыру әнімен ортаға шығады. Мұндай күй болған шығар баршаңызда. Қол соғып қошеметтеп отырайық. 4-ші Б сыныбы оқушылары ортаңызда. Балалар, біз енді ортадамыз. Енді мұғалімімізді ортаға шақырайық. Мен оны әнмен шығарамын. Біліміміз бізге берген қос қанат.
оқушылар. Бүгін біз бастауыш сыныппен қоштасып, үлкен өмірге аттанғалы отырмыз. Көз салып қараңызшы бойымызға, ортақ боп бүгін өскен ойымызға. Қош келіпсіз ата-ана ұстаздар, бастауышпен қоштасу тойымызға. Бала шаққа болашақты жырлатып, шәкірттерге ой түзеткен сымбатты, күн нұрындай сәуле құйған көңілге, армысыздар ұстаздарым қымбатты. Армысыздар әжелер мен аналар, ұрпағыңыз күнде өзіне баталар, ел дәстүрін мәңгі сыйла оқы деп үйреткен ғой Абай Ибрай бабалар. Армысыздар өр тұлғалы әкелер, қыран қыстай бала апаның мәпелер, бүгін міне бастауышпен қоштасады, азамат көп кешегі сәби еркелер. Армысың алтын ұян мектебі, саған айтар жыр ағысын көп менің, жүректерге жаққан білім шырағым, мектебіме арналады бұл әнім. Дұрыс айтасың Айтолқын, бұл мектептен қаншама адам тәлім алған десеңші, менің ағам да, әпкем де, енді мен де мектептен тәлім алудамын. Мектеп білім кемесін басқарып бүгін келесіз, ата-ана ұстаз балаға ақ жарқын сәлем етесіз. Шақырып едік келдіңіз, Сыздықова Гүлнара, Құрманалы қызына сөз кезегін береміз. Үлкен рахмет қымбаттарым. Ал құрметті ата-аналар, құрметті біздің бүлдіршіндер, Гаухар апайымыз, сіздерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Қарап отырыңыздаршы, бірінші сыныпта балалар тіпті мектеп даярлық тобына біздің мектептен басталады ғой. Сонда балалар табалдырықта алғашқы рет аттаған кезде қандай еді? Қазір қандай? Сол есімде әлі осы балапандардың барлығы бірінші қыркүйекте гүл ұстап келгендері қазір міне үлкен сахнада сіздерге өз өнерлерін, білімін, шығармашылығын сіздерге көрсетіп отыр. Міне балапандарым, айналайын осы бастауышты аяқтап, орта буынға, яғни үлкен жоғары сыныптардың арасына келесіздер. Қадамдары оң болсын. Гаухар апайлардың бар еңбегін, үмітін ақтайды деп мен сіздерге сенемін. Ал сіздерді бүгін шығарып салуға, әрине кіші буыннан орта буынға шығарып салып, абыроймен жіберуге міне ата-аналарыңыздың ат салысып отырғанында міне осы бүгінгі келіп отырған ол дәлелі. Гаухар апай, үлкен рахмет, сіз жылда өте жақсы сыныптарды орта буынға жібересіз, оны барлығы біледі. Сізге үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Шаршамай, ары қарай тағы да түлектерді шығара беріңіз. Әрине мен түсінем, ол да бір қимастық сәт, себебі сонша 4 жыл бойы балаларды оқытып, шоқтып, білім беріп, тәрбиелеп жіберіп отырғанда ол да оңай емес, құрметті ата-аналар. Оны да дұрыс түсіну керек. Бірақ дегенмен де өзінің сәті сондай, мұғалімнің еңбегі өте бір қиын болса да, бірақ өзі қызықты. Сондықтан сіздерге үлкен табыстарды, балаларымызға толағай жетістіктерді тілеймін. Ал ата-аналар, сіздерге үлкен рахмет. Міне балапандарымызды осылай мектепке табыстап жібересіздер, мұғалімға сенім артасыздар. Соның өзі бізге үлкен мәртебе. Үлкен рахмет. Ал бүгінгі іс-шарамыз ашық деп жариялап, жақсылап бірге тамашалайық. Өзгеріңіз өзіңізді мақтан етіп жүреміз біз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз сөз берейік, құрметпен өзіңізге тілектерге арналсын тілегіңіз. Ал балалар, кішкентай болып едіңдер, қандай әдемі бикеш жігіттер болып тұрсыңдар, Құдайға шүкір, орта буында да осындай өздерінің ақылдарымен, әртүрлі салмақпен ойланып, Гаухар әпкелерің сияқты тәрбиені алған білімдің бәрін ары қарай ұштайды деген сенімдемін сендерге. Ұштай аласыңдар да, өйткені Гаухар әпкелерің сіздерді жан-жақты тәрбиеледі, бәрін білімін, бәрін сусындап сіздерге бойларыңызға сіңірді. Жетістің тек қана жемісін, жақсылығын көрсету Алла нәсіп етсін. Соны біз ата-аналармен бірігіп көріп отырайық қой. Сіздерге сәттілік. Сонымен балалар, біздің мерекеге келген қонақтар біз жайлы білгілер келіп отырған шығар. Өзімізді таныстыра кетсек артық болмас еді. 4-ші сыныпта 18 бала бітіргелі отыр. Сыныптың ортақ жасы 10 жас. Бойлары 130 см, 4 жылда әр бала 15 см-ге өсті. Салмақтары 30 кг, 4 жылда әр бала 4 кг-нан салмақ қосты.
Сынып оқушыға мейірімді ақкөңіл ауғы. Сыныпта 5 оқу озаты мен 7 екпінді бар. 4 жыл бойы білімнің қиын баспалдағын басып, мыңдаған сабақтар оқыдық. Ондаған ережелер жатталып, жүздеген есептер мен мыңдаған мысалдар шешілді. Басымызға көптеген ғылыми түсініктер қалыптасып, ал кейбіреулері әлі де сыймай жатыр. Тапсырмасын орындауға кеткен уақытты есептемегенде мыңдаған сағатымыз партада отырумен өтіпті. 6560 тапты жазып тастаппыз. Қосымша парақтарды айтсаңшы. 4 жылда 6600 қоңырау соғылды, 4 жыл еңбектендік. Ал ол дегеніміз 2904 сабақ. 102 сынып сағаты. 2433 шулы да көңілді үзілістер. Тау-тау оқыған кітап беттері. Реніштер мен қуаныштар, қызықты оқиғалар. Оған тек әлділер ғана шыдайды. Десек те бір сыныпта ешкімде 2-ші жылға оқуға қалған жоқ қой. Бәріміз бәйгеге қосқан тұлпардай жеткіп келеміз. Яру, мектебімізде қандай жаранасақ та жарасады. Ендеше сыныптастарымыздың мектепке арнаған жырларына кезек берейік. Мектеп деген білім кені, жыр кені, мектеп деген ғылымның ең үлкені, мектеп деген тәрбиеші адамға, мектеп деген даналардың мекені. Мектебім білім берер алтыням, бой жетіп сенде сөзім арты саным, балығын тұржы бой атанымдай, әрқашан қасиетті атмаған, арада өте түкіріп жыл, әр күн бақты бір жет бұл, өзіне божымыз өмір бойы, есеген шәкіртер сөрді деп бір. Ұлы ұқты ардақтыр үнемі, алтын ұяқ болса киелі, қанат қаққан білім алу өзінен, күліс шәкірт саған басын иеді. Мектебім алтын ұяқ нұғыр жау, жайнаттың үмітімнің гүлін жау, сүйкімді сенің күміс қылауың, туады құлағымда сынға қал. Мектебім ұстаздарым ата-анам, сенен өсіп сенен ғана нәралам, саян ыстық сен мәйілі бәйтерім, тамырлансын қараққа таралған. Алтын ұян мектебім аялаған, бар балаға білім беріп сая болған, үлкен жолға түсіріп шәкірттер, заманға да жақсыға да пана болған.
өз баласынан кем көрмей, оқуға, жазуға үйреткен мұғалім еңбегі шексіз ғой. Мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай атамыз бекер айтпаған. Я ұстазға еткен жалықпас, үйретуден бабағы деп Абай атамыз айтқандай, алғаш қолымызда қалам ұстатып, 42 артты танытқан, оңымыз бен солымызды айырып, білімді әрмен сусындатқан мектептегі анамыз ұстаз екен бәрімізге мәлім. Дұрыс айтасың Жангер, ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, көкті шарлаған ғарышкерде бәрі ұстаздан білім мен тәрбие алған. Бауыржан атамыз болашақтың басшысында, данасында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді деген екен. Ой болса, келесі жырымызды қолымызға қалам ұстатып, білім нәрімен сусындатқан мектептегі анамыз ұстазымызға арнаймыз. Маған ұстаз үйретті, әліппесін өмірдің, жан жүйемнің билеті, күйін шақып көңілдің, қиялымды кездерді, таптым ойдың тұрағын, маған ұстаз сездірді, алдағы өмір шағын. Бас бұрып жолсыз деп қате дейсіз, әр балаға сызғаны әке дейсіз, болашақта көктегі жас жабығы бағындай алап мәпелес. Көңілім бар шәкіртте таба алды, көделерге дабыс отты жаға алдың, өзі ізде болса шіркін, барлық ұстаз жез таңдай күміс көмей сөз алды. Есімде ерен ұстазым, шашымнан сипап өткені, аянбай бізге құш жазын, молына мейірім төккені. Алғашқы осы сүйінші тояташын, ұмытпастай көңілді мәңгі қалатын, сағана әке сөтін бақтап, шәкіртейін жүйеске алатын. Жаралған жақсы үмітпен мұратtarым, жансыз қой әлдейін шуақтарым жатталады. Жан жүректен есіміңіз анамның аял үні сақтаған. Шәкірттер сөзді айтып мақтанады, бейнемізді жүректерде сақталады, біз әлі биіктерде көрінеміз, үміт пен сенемізді ақталады. Сен
жыл деген тез өтіп кетті. Шындық па осы, япыр-ау? Расында да 4 жыл деген 4 күндей болып өте шықты ғой. Ой болса, мына бізге білім берген ұстаздарға деген шәкірттеріміздің тілегін қабыл алыңыздар. Айталды мінезің бір қалыпты, менің де көкейімде із қалыпты. Гаухар әпке неткен мақты, төзімдісіз, шәкіртім білім алсын білсін дейсіз. Үйреткен сөз өнердің қыстырларын, білдеткен үлес қосып бала бағын. Раушан әпкеге шексіз алғыс, жүріңіз шәкірттерге берік дәріс. Орыс тілді оқытып, тілімізді ширатқан қималдамас, ісім қағырып келгенде қималдамас ешпене. Марал апай тәртіпті ұғындырған біздерге. Үйренеміз жалықпай, ағылшын тілін шарықтай, тіл сілдіріп, ән айтып, шаттанамыз қалықтай. Жанат апай тәлімі, сәулесін шашқан жарықтай. Музыка әтті пәніміз, айтылар одан әніміз. Айжан апа үйретші, шырқатамыз бәріміз. Осыдан 4 жыл бұрын 6 жастағы бүлдіршін едік. Сөмкемізді зорға көтер, мектеп тұрылдығын жас қанаттағанбыз. Енді міне сауатымызды ашып, білім негізін қалаған бастауыш сыныппен қоштасып, орта буын қатарына қосылғалы тұрмыз. Міне сағында өте шықтық. 4 жыл ішінде біздің ұстаздарымыз сауатты, тәрбиелі, өнегелі азамат етіп шығарды. Ендісе бастауыш сыныбымыз туралы неге айтпасқа? Балбұлағым лаулап жаған шам шырағым, өзім білген білім менен самғап шарқау қырамын. Бастауышым балбұлағым, алдым сенен балымдарым, әріптәнім білім алып рахметімді жаудырамын. Бірдей біздің ойымыз да сырымыз, бір мектептің ұлы менен қызымыз, бірдей өстік оқуда да еңбекте күліп ойнап бірімізбен біріміз. Әр үйден ерке өскен тентек едік, ақылға келе албадық ерте көдік, бойыбыз бірте-бірте үйренісім, мектептен ережесін үйрендік кеп.
Бастауышта шырғамаған жыр бар ма? Бастауышта айтылмаған сыр бар ма? Бастауышта алған білім жырларым азық болар әлі талай жылдарға. Өтті сенде қызық шағым, бастауышым бал бұлағым, қоштасар күн жетті міне қимастықпен қол бұлғаймын. Біздер бастауыш сыныптарда, жоғары сыныптарда өтілетін әдебиет, тарих, биология, химия, физика, тағы басқа пәндерге негізі болатын ана тілі, математика, орыс тілі, дүниетану пәндерін зер салып оқып үйрендік. Қазақ тілі пәнінен білім алды балалар, сөз тапқан, етістіктің шақтарын, жалғаулар мен жұрнақтар үйрелесін жаттады. Ана шымдай сыр шерткен, ақыл білім үйреткен. Әдебиетті оқыдық ерекше зор құрметпен. Әдебиетті оқуды сүйеміз, құрметпенен бас иіп. Ойланып ешіп шығарып, тоқ таңбаны білдірген. Ғылымдағы патшасы математика данасы. Ой жіберсең бәрі не, дүние тану пәні не, өмір сырын үйретер, пәні жақсы бәрі де, жер байлығы көп екен, игеруді қалайды, осының бәрін білдірген дүние тану сабағы. Үйренеміз жалықпай, өз тіл шалықтай, тіл сындырбай, ән айтып, шаттанамыз жалық қалыспай. жақсылығымызды асырып жүрген ата-аналарымыз қатарымыздан қалмай, қарнымыз тоқ, көлеміз көк болып жүруде осы кісілердің арқасы. Ой болса, келесі жыр шумақтары аяулы ата-аналарымызға арналады. Қабыл алыңыздар. Ысық ау көкім кет, әкет екен соққа шалдамай,
Мемлекет өмірдің сабағы мен өге таратып, алдамен адам бол деп жетелген. Әкешім, тілерімді тілеп жүрген, алмайсың жарым мол ашық күннен, шаршамайсың жұмыс істеп біздер үшін, ақылды балалардың оны білген. Әр ана өз баласын жақсы оқып елге қалаулы азамат болса екен дейді. Халқымызда мынадай бір нақыл сөз бар. Анаңды Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да борышыңды өте алмайсың деген. Алайда ардақты анамыздың ақ сүтін ақтай білгенге не жетсін? Я, дұрыс айтасың. Біз болашақта саналы да ақылды бала болып өссек, ананың арманы орындалды деген осы емес пе? Дүниеге әкелген ол да сен анашын, ақ сүт беріп өсірген ол да сен анашын. Тіл алмасын кешірген ол да сен анашын. Мәпелеген баласын, аман болсын анашын. Кеуден не сезім селі ақтарсын, болармен күн ертең ақ мақтансын. Білім алып, тез-тез еңбек етіп, өзіңді сенімді ақтау үшін. Кетсем дағы, мен сенің балапаным, анашым ана жаным, мейірбан бала жаным, бақытты емес пе еді өмірді сыйлағаным. Өмірім гүлдей жадыра, гүлдей жан анашым, осы әнді сізге арнаймыз, бізден келеміз жүзге жан анашым. Бойымда мен сүйетін, көп сенің қасиетің, аяулы перзентімін, алдыңда бас иетін. Балаймыз бағымызға, арайлы таңымызға, аман боп жүре бердің, анашым жанымызда. Өмірім гүлдей жадыра, гүлдей жан анашым, осы әнді сізге арнаймыз, бізден келеміз жүзге жан анашым. Өмірім гүлдей жадыра, гүлдей жан анашым, осы әнді сізге арнаймыз, бізден келеміз жүзге жан анашым. Өмірім гүлдей жадыра, гүлдей жан анашым, осы әнді сізге арнаймыз, бізден келеміз жүзге жан анашым. Келеміз жүзге жан анашым, келеміз жүзге жан анашым. Құрметті ұлдардың мамалары, сіздерге әріптер бердім. Сол әріптен келетін сөздер айтасыздар. Тек сол әріптен келетін. Сізде А, сізде Б, сізде Ж. Балаңыздың аты кім? Аман, Бекжан, Жангел. Өте жақсы. Балаңызды қалай еркелетесіз? Осы әріпке байланысты айтасыз ғой. Амалёка, Балапан. Жан деп, жаным, күнім бас. Жыдан келетін бол керек. аха. Балаңыздың сабақта қандай бал алды? Балаңыз сабақта қандай бал алып жүр? Осы әріптен келетін бол керек. 6, 5, 100 бал. Өте жақсы. Балаңызды жазда қай қалаға қыдыртасыз? Астанаға, Өте жақсы. Балқаш. Жамбыл. Өте жақсы. Ал енді құрметті ата-аналар, сіздерге тағы бір өтініш, қыздар киініп алғанша. Осы әріптен келетін өлең айтасыздар да, сол өлеңнің қайырмасын ғана айтып бересіздер. алтын күн аспаны, алтын дән даласы, думанды бастаған далама қарашы. Өте жақсы. Ал Гүлнәр әпкей бұдан келетін. Көп бол балға деші. Айтыңыз.
Ал жыдан келетін. Жасыл жайлау түпкі кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем, маңдайымнан өткен сағымды, қазағымнан деп білем. Өте жақсы ата-аналар, бұл ойыннан да өте жақсы деген өттіңіздер. Енді сіздерге тағы да енді осы біздің мектептің ұжымына деген осы әріптен келетін тілек айтсаңыздар. Осы мектептің ұжымына алғысым шексіз. Аспан ашық болсын мектебімнің ардайым. Алтын балаларымыз алтын көзге, алтын белгіге жете берсін. Өте жақсы. Ал Гүлнар әпке. Мектепке тек биік белестерден көріне беруді тілеймін. Және балапандарды балалық шақпен бақытты, қуанышты күндерде өткізеді. Өте жақсы. Біздің мектепке, ұжымға деген тілегіңіз Ж әрпінен келеді. Ұжымға тек қана жетістік тілеймін, жақсылық тілеймін. Әрдайым шәкірттеріңіз 100 балл алып, жоғарыдан көріне берсін. Өте жақсы. Құрметті ата-аналар, ойынға қатысқандарыңызға көп рахмет. Енді осы жерде мен ата-ана комитетіне сөз бергім келіп тұр. Және осы сыныпты 1-ші класстан алып, 2-ші класстың жартысына дейін маған берген Раушан әпкемізді ортаға шақырайық. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, балалар. Мынау бүгінгі балаларымыздың мейрамы құтты болсын. Кеше ғана 1-ші сыныпқа мектеп табалдырығын кішкентай қылып аттаған бүлдіршіндеріміз, міне 4 жылымыз тез арада өтіп кетті. Енді адам болып, үлкен өмірге бір баспалдақ жоғары қадам басып отыр. Қадамдарың құтты болсын, балалар. Мен сендерге тек қана жақсылық тілеймін, сабақтарыңды жақсы оқыңдар, мен сендерге сенемін. Өмірде сәттілік тілеймін сендерге. Ал ата-аналар, сіздерге де рахмет көп. Балаларды осы жеткізіп отырған ары қарайда балаларға жақсы қарап, сіздердің көмектеріңізбен және де осы біздің ұжыммен, мектеппен балаларымыз ары қарай жақсы жетістіктерге жетіп, биік белестерден көріне берсін. Тек қана осы шәкірттерімізбен мақтанып отырайық. Рахмет сіздер. Ата-ана комитетінің атынан. Құрметті ұстаздар, сіздерге алғыс білдіреміз. Мынау 1-ші сыныптан бастап алған біздің Раушан ұстазымыз, Раушанға да зор алғысымызды білдіреміз. Мынау ұстаз 2-ші ата-ана дейді. Гаухар, сізге алғысымыз шексіз. Өз баласындай әр баланың мінез құлқын, бір үйдің еркесі, бір үйдің кішкентайы, немере демекші, барлығының көңілінен шығып, барлығын бір үйдің баласындай тәрбиелеп, білім нәрімен сусындандырып, біздің балаларымызды сондай өз балаларындай жанашыршылықпен оқытып, білім бергеніне саған алғысымыз шексіз. Жалпы мектеп ұжымына да зор алғысым. Менің 5 балам, 2 немерем бітірген, жоғары оқу орындарында оқиды. Мектебіміз өте керемет, ауданда да айтылып жатады. Жақсы білімдері, 100 демекші, әрдайым 100 балл алып, еңбектеріңіз жана берсін, Гаухар, жанұяңызда жақсылық, денсаулық тілеймін, алдағы табыс тілеймін.
мынау бастауыш буыннан орта буынға өтіп жатқан балапандардың қадамдары құтты болып, әрдайым сапарлары оң болсын, еліміз жақсы азаматшасы болып өсе берсін. Күндерім бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң дейді ғой, бақытты да бақытсыз болып жүргенің сенің бала күндерің деп, менің 4-ші Б сыныбының қыздарының орындауында бақыт деген өлеңін биін қабыл алыңыздар. Bir 5 minut kızların ata-analары шықсын, аналары. Ортаға келіңіздер. Ал енді бұл ойынды жаңада ұлдардың ата-аналарымен ойнағанбыз. Сіздерде қандай әріп, сол әріп бойынша қыздарыңыздың атын айтасыздар біріншіден. Толқын, Аяру, Жақсы. Ал енді қыздарыңыздың қандай баға алғанын қалайтын едіңіздер? Бал ғой қазір. Адам келеді. Айта беріңіздер. Бал. 5-6-7 деген сияқты. Ең жоғары бал. 6 деп айтсаңыз. 6. Сіз? Мынадан келеді. Қандай бал бар? Көмектесіп жіберейік. Ал енді осы әріптерден келетін құрметті ата-аналар, біздің ұжымға деген тілектеріңіз. Мектебіміз менің мынау 3-ші қызым ғой, жоғарғы сыныпқа аттап жатыр. Қуаныштымын. Негізі мен үнемі жиналыстарда барлық жерде айтып жүремін. Осы мектепті мақтап жүремін.
мектебіміз тек қана үлкен биіктен көрінсін. Барлық мектептің, аудандық мектептің, облыстық мектептің алды болсын деп тілеймін. Мен Қалмаханбет Айтолқын мамасымын. Былтыр үлкен қызым 11 класс бітірген, алтынға білесіздер да. Қалмаханбет анай. Сол осы қыз анайдың жолымен жүрсін дегенім ғой, үміттенемін. Сол бәріне денсаулық, амандық тілейміз. Сол Ана мектеп биіктен көріне берсін, әрқашан жарқырап көркейе берсін, өсе берсін. Осындай бүлдіршіндерді өсіріп шығарып, алтын белгілі тәрбиеленуші ұл-қыздарымыз көбейе берсін. Өте жақсы, рахмет ата-аналар. Ұлдар мен қыздардың орындауында би алға Қазақстан. Мына біздерді ойлап, көңілін жетеді деп, шәкірттер ұстаз сөзін тыңдаңыздар. Сіздерге айтайын тілегімді дей отырып, сөз кезегін ұстазымызға береміз. Құрметті менің 4-ші Б сыныбымның оқушылары, сендердің қанаттарың қатайды, енді есейдіңдер. Орта буынға қадам бастыңдар. Орта буында барлықтарың жақсы оқып, үлгілі оқушы озат болыңдар. Сендерге ақ жол, менің балапандарым. Ал құрметті ата-аналар, сіздерге айтатын тілегім, мынау өсіріп отқан балапандарыңыз тек биіктен көрінсін, қанаттары талмасын. Осымен біздің бастауышпен қоштасу, бастауышым бал бұлағым атты мерекелік концертіміз аяқталды. Оқушыларымыз 4 жыл бойы үйренген әндерін, кітаптарын сіздерге барлығын көрсетті. Әнмен шығып ең соңында Қазақстан елінің алға Қазақстан деді. Осы Қазақстанның арқа сүйер азаматтары, азаматшалары болсын. Сіздерге де көп-көп рахмет. Осындай кеш өткізуге үлес қосқандарыңыз үшін. Ал мектебіміздің директоры
Сыздықова Гүлнара Құрманалиевна, сізге көп рахмет шақырғанға келіп, біздің сыныбымыздың концертін тамашалағандарыңызға. Бүгінгі мына кешке басымды иіп тұрып рахметімді айтып отырғым келіп отыр. Өйткені Гаухар апай қандай тиянақты, қандай сондай балалары жаңағы ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді ғой. Балалар жай ғана былай қарап тұрып әпкелерінің не айтып жатқанын, не істеу керек екенін бәрін бірден ұғып, тиянақты, бірде-бір артық ештеңе болған жоқ, тақырыпқа сай, балалардың жаңа жасына сай, әр өнері де, биі де, өлеңі де. Сізге басым дейіп тұрып рахмет айтамын, Гаухар апай. Керемет өтті, кеш өте жоғары деңгейде өтті. Балалардың өзінің жаңағы жасына сай әр өнерді де, биді де, өленді де тақырыпқа сай келтіріп жасағансыз. Өзіңіздің қандай екеніңізді бүгінгі кеште дәлелдедіңіз. Сізге тек қана алғыс. Осындай балапандар мектептен аттатып шығара беріңіз. Ертеңгі күні сіздің балаларыңыз деп мақтанып жүретіндей осы қазақ елінің азаматшасы болсын. Жаңағы соңғы тақырыпта қазақ еліне байланысты өзіңіздің де сөзіңізде айтып жатырсыз ғой. Осы қазақ елінің мақтанышы болсын осы балапандар. Әр ата-анаға тек жақсылық тілеймін. Жаңағы алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді дейді. Ол мына біздің мектебіміздің директорының арқасы деп ойлаймын. Сіз қандай бұл кісілерге бағыт-бағдар бересіз, өзіңіз қандай жаңағы тапсырмалар бересіз, бұл кісілер енді орындаушы қызметкер ғой. Сондықтан да алдыңғы арба қалай жүрсе, соңғы арба солай жүреді демекші. Гаухар апай енді современный тілмен айтқанда шок қылдырдыңыз ғой бізді бүгін. Прям бренд болып жүре беріңіз. Тек жақсылық тілеймін барлықтарыңызға. Рахмет көп.